Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта жай бөлшектерді бөлу және аралас сандарды бөлу тақырыбын қарастырудамыз. Бүгін сол тақырыптарға есептер шығарайық. Барлығымыз дөңгелекті білеміз, яғни дөңгелектің жиегінің ұзындығы. Яғни мен дөңгелекті кішірек қылып салайын. Жиегінің ұзындығы дегеніміз, ол мына бөлікті кесіп алған кезде түзу бойымен салғанда оның ұзындығы осындай болады. Яғни оның ұзындығы 2,5-2 метрге тең. Ал енді ара қашықтығы 108 метр болатын, осы дөңгелек айналғанда қанша рет айналатынын тауып көрейікші. Есептің шарты сіздерге түсінікті ме? Берілген дөңгелектің жиегінің ұзындығы, яғни осы жерден қиып алып қарастырсақ, ұзындығы осындай бөлікке тең. Ол бізде 2,5-2 метр. Ал ара қашықтығы 108 метрге тең ара қашықтықты осы дөңгелек дөңгелегенде қанша рет айналатынын табуымыз қажет. Олай болса, амалын құрастырайық. Яғни берілген ара қашықтықты бөлеміз дөңгелектің жиегінің ұзындығына. Яғни 108-ді бөлеміз 2,5-2-ге. 108 бізде қалады. Берілген 2,5-2 сан біз аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Яғни 5-тен 2 бесім 10, 12. 108 саны орнында қалады. 108-ді көбейтеміз. 5-тен 12-ге керсан, 12-ден 5-ге. Ал енді 108 санын 5-ге көбейтіп 12-ге бөлуге болады. Бұл жерде 12 мен 108 саны 12 санына оңай қысқарады. 12-ні 12-ге бөлетін болсақ 1 қалады, 108-ді 12-ге бөлетін болсақ 9 қалады. Енді алымында 9 бен 5-тің көбейтіндісі 45, бөлімінде 1 жазылмайды. Мәні 45-ке тең. Сонда 108 ара қашықтықты осы дөңгелек 45 рет айналатындығы оңай көріп тұрмыз. Енді бізге келесі екінші тапсырма берілсін. Екінші тапсырмада туристер А пунктінен Б пунктіне дейін 2 күн жүрді. А пунктінен Б пунктіне дейін 2 күн жүрді. Бірінші күнді екінші күнме қарағанда, бірінші күні 7-тен 3 бөлігін артық жүрді. Яғни бірінші күн мен екінші салыстырғанда, бірінші күні екінші күнге қарағанда көбірек жүрді деген сөз. Яғни бірінші күн, екінші күн. Бірінші күні 7-тен 3 бөлігін артық жүрді. 7-тен 3 бөлігін артық, яғни екінші күнге қарағанда артық жүрді. Ал бізге табу керек, бірінші күні барлық жолдың қандай бөлігін жүрді, екінші күні барлық жолдың қандай бөлігін жүрген. Олай болса, бізге бірінші күн мен екінші күн белгісіз. Яғни біз екінші күнді X деп белгілейтін болсақ, онда бірінші күн екінші күнге қарағанда 7-тен 3 артық болғандықта, бірінші күнге X қосылған 7-тен 3 бөлікті аламыз. Ал барлық жолды А пунктіне Б пунктіне ара қашықтықты 1 бүтін деп қарастырамыз. Олай болса, бірінші күні бізде жүрді X қосылған 7-тен 3-ін, ал екінші күні жүрді тек X-ті ғана. Осының барлығын теңестіреміз, барлық жолдың ұзындығы 1 бүтінге. Олай болса, теңдеуін құрып алдық, енді осы есепті шығарайық. Бұл жерде X пен X-тің алдындағы коэффициент 1. Яғни X-ке X-ті қосып аламыз, мәні 2X-ге тең. 2X. Және қосу 7-тен 3 бар. Теңестіреміз бірге. Енді бізге белгісіз 2X тауымыз қажет. 2X тең 1-ден азайтамыз 7-ден 3-ті. Олай болса, 2X тең кез келген 1 деген натурал санды екінші бөлшектің бөлімін 7-ден 7 деп қарастыра аламыз. 7-ден 7-ден азайтамыз 7-ден 3-ті. Бұл бізде бөлімдері бірдей бөлшектер. Олай болса, тек алымын ғана азайтамыз. 7-ден 3-ті азайтсақ, алымында 4 болады. Енді X-тің мәнін табайық. X тең 7-ден 4-ті бөлеміз 2-ге. X тең
7-ден 4-ті көбейтеміз. 2-ге керсам бізде 2-ден 1. Бұл жерде 4 пен 2 қысқарады. 2 санына, сонда қалады x-тің мәні 7-ден 2-ге. Олай болса, сызбада 7-ден 2 дегеніміз, ол екінші күні жүрген жолдың барлық бөлігі. Яғни екінші күні барлық жолдың 7-ден 2 бөлігін ғана жүрді. Ал бірінші күні осы 7-ден 2-ге біз қосуымыз керек 7-ден 3-ті. Қосатын болсақ, барлық жолдың 7-ден 5 бөлігін жүрді. Есептің шартын тағы қайталайықшы. Бізге А пунктіне В пунктіне дейін туристер 2 күн жүрді. Бірінші күн мен екінші күнді салыстырғанда, бірінші күні 7-ден 3 бөлігін артық жүрді. Олай болса, берілген есептің шартына сәйкес теңдеуін құрып алдық. Және белгісіз x-тің мәнін таптық, ол бізде 7-ден 2. Ол бізде екінші күні жүрген жолдың бөлігі. Яғни екінші күні 7-ден 2 бөлігін жүрсе, ал бірінші күні 7-ден 3 бөлігі артық болғандықтан 7-ден 2-ге 7-ден 3-ті қостық, бірінші күні 7-ден 5 бөлігін жүрді. Енді біз амалдар қолдануға арналған мынандай есептер шығарайық. Үшінші есеп болсын. 2,11-ден 2-ні көбейтейік 1,8-ден 3-ге. Және осы 2 санының көбейтіндісін бөлейік 4-ден 3-ге. Бұл жерде берілген 2 аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыруымыз қажет. Яғни бөлімінде 11 қалады. 2-ні 11-ге көбейтсек 22, алымында 2-ні қоссақ 24. Көбейтеміз. Бөлімінде 8 өзгеріс қалады. 1-ді 8-ге көбейтсек 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11. Бөлеміз 4-ден 3-ге. Енді бұл жерде бірінші бөлшекті өзгеріс қалдырайық. 11-ден 24, көбейту 8-ден 11, көбейту 4-ден 3-ге кері бөлшек, 3-ден 4-ге көбейтейік. Байқағанымызды барлық амал көбейту болды. Олай болса, алым мен алымын, бөлім мен бөлімін көбейтеміз. 24-ті көбейтеміз 11-ге, көбейтеміз 4-ге. 11-ді көбейтеміз 8-ге, көбейтеміз 3-ге. Байқағанымызды 11 мен 11 санына қысқарады. Ал 24 пен 8 саны 8-ге қысқарады. Енді бұл жерде 24 8-ге бөлгенде 3 қалды. 3 пен 3-ті де қысқартуға болады. Екеуі де 3-ге қалдықсыз бөлінеді. Сонда бізде бөлімі 1-ге тең, алымы 4-ге тең. Бөліміндегі 1, алымындағы 4. Бірақ біз сіздерге ескертіп айтқанбыз, бөліміндегі 1-ді жазбаймыз. Яғни 4-ті 1-ге бөлсек, мәні 4-ге тең. Біз сіздермен қарастырдық жай бөлшектерді бөлу, аралас сандарды бөлу тақырыбын. Келесі кездескенше сау болыңдар.